Саламатсыздар ма? Мен номер 3 жалпы орта білім беретін Терек мектебінің 10-шы сынып оқушысы Тайва Күрке. Менің отаныма, менің бастамам байқауының жаңғырту полисі номинациясы. Жаңғырту полисі. Жобаның өзектілігімен таныстырып өтсем, қазіргі заманда, қоғамда ұлттық құндылықтар, әсіресе ұлттық аспаптардың ұмыт болуы қаупінде, сондықтан оқушыларымыздың бос уақытын тиімді ұйымдастырып, ұлттық өнерге қызығушылықтарын арттырып, және көне аспаптарды жаңғырту бүгінгі күннің маңызды мәселесі. Бұл жоба осы бағытты дамытуға арналған. Жобаның мақсаты мен сіздерді таныстырып өтсем, оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану арқылы ұлттық аспаптарды үйрету, мәдени мұраны жаңғырту және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Жобаның міндеттерімен сіздерді таныстырып өтейін. Мектептегі домбыра кабинетін тиімді пайдалану, екіншіден оқушыларды ұлттық аспаптармен таныстыру, үшіншіден үзіліс кезінде көңілді қоңырау ұйымдастыру, жетіген сияқты серік аспаптарды насихаттау және шығармашылық белсенділігін арттыру. Өзімнің жобамды мен Мұхтар Әуезовтің сөзінен бастағым келіп тұр, яғни өнер халықтың жаны. Мәдени мұраны жаңғырту. Жалпы жаңғырту дегеніміз не? Жаңғырту бұл өткенді қайта тірілту емес, оны қазіргі заманға сай дамыту. Бүгінгі таңда біздің ұлттық мәдениетімізді сақтап қана қоймай, оны жаңа деңгейге көтеруіміз керек. Ұлттық аспаптарды мектеп өміріне енгізу арқылы біз мәдени мұраны сақтаймыз, ұлттық сана қалыптастырамыз және оқушыларымыздың рухани дамуына ықпал етеміз. Яғни жаңғырту дегеніміз ұмыт болып бара жатқан құндылықтарды қайта жандандыру. Бос уақытты тиімді пайдалану, оқушылардың үзіліс уақытын дұрыс ұйымдастыру өте маңызды. Егер үзіліс тек демалу үшін ғана емес, пайдалы іс-әрекетке бағытталса, уақыт бос кетпейді, біріншіден, екіншіден жақсы дағдарыс қалыптасады. Және де үшіншіден ең бастысы қызығушылық артады. Осы жоба аясында үзіліс кезінде көңілді қоңырау ұйымдастыру ұсынылады. Бұл кезде оқушылар домбыра тартады, жетігенде ойнайды және шағын музыкалық қойылымдар көрсетеді. Шығармашылықты арттыру. Ұлттық аспаптар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытады, музыка арқылы ойлау қабілетін дамытады, эстетикалық талғам қалыптасады, сахна мәдениеті жетіледі және әсіресе топпен ойнау балаларды бірлікке, ынтымақтастыққа, ауызбіршілікке үйретеді. Жалпы жеке еместерді таныстырып өтейін. Ол осындай түрде сипатта келеді. Осы жетіген туралы сіздермен бір қызықты ақпаратпен бөлісіп өтейін. Жетіген қазақтың көне, көпшекті, шекпелі аспабы болып табылған. Ежелгі заманда бір ауылда бір қария жүрген және оның 7 ұлы болған. Қыстың бір аязды күнінде жұрттың кесірінен жайылымдардың мұздануы немесе қалың қардың салдарынан малдың жаппай қырылуы, адамдар тамақсыз қалып, қарттың үйіне қасірет түседі. Солай өлім бірінен соң бірі барлық ұлдарды алып кетті. Яғни қарияның 7 ұлы болған. Оның үлкен ұлы Қания қайтыс болғаннан кейін қарт қураған ағашты ойып, оның үстіне жіп тартып, солай аста тоғарған. Солайша біздің қарағым күйін осы жетіген аспабымен орындаған болатын. Бұл аспаптың ерекшелігі 7 шектен тұрады. Және де әр шек белгілі бір дыбысты білдіреді, ерекше жұмсақ әуезді үн шығарады. Бұл осы жетігеннің пайдасымен сіздерді таныстырып өтсем, ол бізде ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін дамытады, саусақ моторикасын жетілдіреді және сабырлық пен шыдамдылыққа, төзімділікке үйретеді. Сондықтан жетігенді біз мектепте үйрету, ол біздің ұлттық мәдениетті жаңғыртумен нақты жолы деп айтар едім. Мектеп мүмкіндігі. Біздің мектебімізде Дина Нұрпейісова атында ашылған домбыра кабинеті жұмыс жасайды және бұл кабинетте ұлттық аспаптармен толық қамтылған. Оқушыларға еркін үйренуге мүмкіндік берген. Үзіліс кезінде пайдалануға қолайлы, осындай мүмкіндік берген мектеп ұлттық тәрбиенің ортасы деп айтуға болады. Бұл жоба арқылы біз нені ұғындық? Бұл жоба арқылы біз ұлттық мәдениетті жаңғыртамыз, оқушылардың уақытын үнемдейміз, шығармашылық қабілетін дамытамыз, ең бастысы ұмыт болып бара жатқан ұлттық аспаптарды қайта тірілтеміз. Ұлттың ұлылығы оның мәдениетінде деген Әл-Фараби. Сондықтан мәдени мұрамызды сақтау және жаңғырту біздің ең басты міндетіміз.